Сәлем достар, бүгін сіздермен құрамында мүлдем желатин жоқ, пайдалы осындай мармеладтар жасайтын боламыз. Мармеладымызды жасау үшін бізге салқын су, кез келген өзіңізге ұнайтын шырын бола береді және агар-агар керек болады. Менде осындай агар-агар, бұл агар-агарды Магнум дүкендерінен, супермаркеттерінен не болмаса кондитерлік дүкеннен алсаңыздар болады. Мен өзім кондитерлік дүкеннен алған болатынмын. Агар-агарды ашып, салқын суымыздың үстіне құямыз және жақсылап араластырып аламыз. Шамамен 3-4 минуттай араластырамыз. Отқа төзімді ыдысымызға жаңағы қоспамызды саламыз және оны агар-агарымыз ерігенге дейін, яғни 5-10 минуттай осындай газда ерітетін боламыз. Осындай өзінің формасын ұстайтын қалыпқа осылай жетеді. Сол кезде тоқтатамыз. Осы қоспамыздың үстіне өзіңізге ұнайтын шырынды қоссаңыздар болады. Менде мұнда апельсин қосылған шырын болатын. Соның үстіне қостым және барлығын біркелкі болғанша араластырып аламын. Қайтадан газға жібереміз және бұны біздің шырынымыз қайнағанға дейін ғана ұстаймыз. Мен осындай шоколадты жарты сфераға жасаған болатынмын. Сіздер кекістің формасына да жасауларыңызға болады. Енді барлығына осылай қасықтап салып шығатын боламыз. Бұл қоспа бізде өте тез қатып қалады. Тоңазытқышқа 5 минутқа қойсаңыздар болады. Сонымен біздің мармеладтарымыз дайын. Осы рецептпен міндетті түрде мармеладтар жасап көруге сіздерге кеңес беремін.